Қайырлы күн достар, біз бүгін ана киносының 4-ші бөліміне келдік. Бүгін біз Зейнеп заттары ұрланып, Мелик екеуі, яғни Турна екеуі басқа қалаға келді. Ал дәл осы арада анасы түрмеден шығып, өзінің қызын асырап алған қызға әйелге келіп, осы қызы жайлы сұрайды. Яғни қызы барлығы жақсы, оқу бітіргенін және үйленбеген туралы айтады. Және сен енді осы Зейнепті көрмеуге уәдеңді бер дейді ана кісі. Сөйтіп мамасы, Зейнептің туған мамасы уәде беріп кетіп қалады. Көшеде келе жатып өзінің қызын көріп қалады. Және одан кейін Зейнеп өзінің анасына келіп, Зейнеп Турнаны бір тастап кеткен болатын, бір дүкенге. Келсе, ол дүкен өртеніп жатады, бірақ ол жерде Турна қағазға жазып, анашым, мен осы жердемін, жақын арадағы саябақтамын деп жазып кеткен болатын. Одан кейін Турнаға барады саябаққа. Турна саябақта ойнап жүр. Және Турна ол өзінің Зейнептің анасымен бірге ойнап жүрген болатын. Және Турнаға айтады, сен ешкіммен ойнаушы болма, қазір ешкімге сенуге болмайды дейді. Одан кейін Турнаның, яғни Меликтің туған анасы әлі қамығып жүр. Және өзінің өгей әкесі, сен әйеліне айтады, сен қуанбайсың ба қайта, өліп қалды енді, оны іздемейсің дейді. Одан кейін осы Турна теледидардан өзінің анасын көреді, яғни жылап отқан. Сол кезде Зейнеп айтады, сен қамығып отырсың ба, анаңды сағындың ба дейді. Сол кезде Турна айтады, жоқ, ол теледидардағы өтірік ана, ол мен үшін жыламайды дейді. Одан кейін бірге жатып ұйықтап қалады, құшақтасып. Одан кейін тілшілер осы Меликтің анасын фото-видеоға түсіріп жүреді. Олардан ақша сұрау үшін көз жасыңды көлдету керек. Тез табасың. Өйткені сондай сұлусың, апа. Не сөйлесің? Сіз кілең емес пе? Сен мені осында күт, жарай ма? Жарай. Зейнеп Меликті қонақ үйге тастап, өзі жұмыс іздеуге кетіп қалады. Бірақ Зейнептің қатты қарны ашып, тиынды шкафтың үстіндегі 2-3 тиындарды алып, дүкеннен бір тоқаш алам деп шығып кетеді. Сол арада оны аңдып жүрген Зейнептің анасы көріп қалып, өтірік әдейі көріп, сен осы жақта жүрсің ба деп онымен бірге ойнап, бірге күледі. Ал Зейнеп болса өзі жұмыс іздеумен жүреді. Және жұмыс таппайды. Сол арада өзінің туған сіңлісі хабарласады. Туған сіңлісі болғанда өгей сіңлісі. Енді әзір кино енді басталғасын, ол туралы анық білмейміз. Ал Зейнептің анасымен бірге Турна екеуі ойнап жүреді.